ешқандай проблема жоқ, сен де маймылсың деймін. Маймыл, мен маймыл емеспін. Сен маймылмын деп отырсың ғой, мен маймыл емеспін. Сен просто не биологияны білмей тұрсың да, биологияны қарасаң, сен өзің маймылдың бір түрі екенсің. Химия, алгебра шешесінің көттеріне тығып қойыңдар. Ана кітаптарыңды бар емес, сабақтағы ана, блядь, не оқып жатсыңдар, биология, география деп, ой, бля, бір қандай адамсыңдар шеше. Омар, Себастьян, астына түсіп тыңдайсың сен қазір. Ғылым білімге қарсы сөз айтып, ақыры до конца тұруға көтің шыдайтын болса, бүкіл технологияның бәрін лақтырды, орманға кетіп қалай. Орманға кетті, сосын барып әңгіме айт. Ана бір тасқа ма, жапыраққа ма бірдеңе жазып бізге жіберіп жүр. Міне мен сөзімде тұрдым, міне орманда жүрмін деп. Есектің. Ойбай, дін деген ол ғылым білімге қарсы емес. Құдай бар деген адамдар ондай ғылым білімге қарсы емес. Атаңның басы. Мына Омар сияқтылар тұрған кезде қалай айтасың анандай әңгімені? Есектер біле. Орманнан неге жібер ана бір қарғаны ұстап алды, қарғаны дрессировать етіп, аяғына жапыраққа бірдеңе жазып, сообщение жіберсен бізге. Бұл не деген қайырымсыз сорлар бұлар? Бүкіл ғылым білімнің жетістіктерінің бәрін ішіп, жеп, қолданып, соның үстінде отырып, еще маған алгебра, химия, биологияңды айтпа, бірдеңе көтіңе тық деп. Далбайып, сен имамға барасың ба, қазір бірдеңе болатын болса саған? Көзің жәудіреп медиктің алдына барасың. Медик сені сол жаңа кәпірлермен топастардың жасап берген технологиясымен сені емдейді. Соқыршек болшы қазір сен қай жерге барады екенсің? Таспен ішегіңді жарып жасаймын екен саған. Ғылым мен технологияның бүкіл жетістіктерінің бәрін пайдаланады да бұл есектердің. Одан кейін еще бір претензия айтқысы келеді да мал сияқты.